Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бауыр ағзадағы ең маңызды орган, ол көптеген функцияларды орындайды және ас қорыту жүйесінің негізгі кілті болып табылады. Бұл орган сүзгі функциясын орындайды. Ол ағзаны тамақ өнімдерімен бірге тамақ жолына түсетін зиянды заттар мен токсиндерден тазартады. Бауырды жинақталған токсиндер мен шлактардан тазарту өте маңызды, өйткені олар метаболикалық процестердің бұзылуына, майлы тіндердің жиналуына, қабыну процестерінің дамуына және некрозға әкелуі мүмкін. Бауыр адам ағзасында зат алмасу үдерісіне қатысады, онда ас қорыту сүрлерінің бірі өт түзіледі. Өткен ғасырда Людовик бауырды организмнің орталық зертханасы деп атаған. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписка жасауды сұраймын. Бауырға қауіпті тағамдар: фастфуд, тез жасалатын тағамдар, маргарин, қатты майлар, майлы тағамдар, майлы қаймақ, ірімшік, ет, балық, қақталған тағамдар, алкоголь, кондитерлік өнімдер және тәттілер. Бауыр көптеген зиянды заттарды бейтараптандырады, бірақ кейде бауырды да тазарту қажет. Бауырды тазалайтын тағамдар: сарымсақ бауыр үшін ең пайдалы өнім. Сарымсақ құрамында әлсіреген органның барлық зиянды токсиндерді кетіруге ықпал ететін зат бар. Үйде бауырды тазартуға арналған сарымсақ қоспасын келесі рецепт бойынша дайындауға болады. 5 сүйір сарымсаққа 2 тілім лимон мен 50 мл суды қосып, блендерде араластырыңыз. Содан кейін 1 литр ыстық су қойып, қайнатпай қыздырыңыз. Сүзіп, 20 күн ішінде 10 мл-ден күніне 3 рет ішіп отырыңыз. Зәйтүн майы қосылған сарымсақ: 2 түйір сарымсаққа 65 мл зәйтүн майын, 220 мл лимон шырының, алма шырының және үгітілген зімбірді қосыңыз. 10 күн бойы таңертең ішіңіз. Назар аударыңыз: цирроз және гепатиттің болуы сарымсақты қолдануға қарсы көрсеткіштер. Бауырды осындай заттармен тазаламас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Үйде бауырды тазарту үшін ақжелкен тұнбасы немесе тұқымының тұнбалары қолданылады. Тұнбаны дайындау үшін сізге 1 ас қасық ұсақталған ақжелкен бұтақшасына 1 стақан су қосып, қоспаны қайнатып 2 сағат бойы тұру қажет. Әр тамақ алдында 2 үлкен қасық ішіңіз. Грейпфрут: егер сіз осы цитрус жемісін дұрыс қолдансаңыз, ол ағзадағы барлық токсиндерді жояды. Сондай-ақ грейпфрут интоксикация дәрежесін төмендетеді, қабыну процестерін тоқтатады. Дәрілік затты дайындау үшін жарты грейпфрут, лимонның 1/4 бөлігі, ұсақталған 1 сарымсақ, 40 мл зәйтүн майы. Ингредиенттерді біріктіріп, паста болғанша блендерде араластырыңыз. Ұнтақтағаннан кейін 1 сағат ішінде таза күйінде тұтыныңыз. Бауырға ең пайдалысы ол дәнді дақылдар. Оларды күнделікті қолдану бауырдың жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Жарма рейтингінде 1-ші орында күріш тұр. Ол ас қорытуды жақсартып қана қоймай, денені зиянды және улы заттардан сәтті тазартады. Органға жүктемені азайтады. Сұлы жармасы: құрамында талшық, калий, фосфор, магний, күкірт, хлор, кальций, темір бар. Ол бүкіл ас қорыту жүйесіне оң әсер етеді. Оның ішінде асқазан, бауыр мен ішекке. Сонымен қатар, сұлы жармасын тұтыну арқылы сіз бауырға жүктемені азайтасыз, өйткені өнім майды сіңірумен айналысады, ал ол токсиндерді кетіруге көмектеседі. Денедегі зиянды заттарды кетірудің ең тиімді және қауіпсіз әдісі бауырды мейізбен тазарту. Бұл өнім қан айналымын жақсартуға, жүрек бұлшықеттерінің дұрыс жұмысын бағалауға көмектесетін пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көзі болып табылады. Бауырды мейізбен тазарту сорбенттің қасиеттері бар инулиннің арқасында мүмкін болады. Мейіз бауырды токсиндер мен шлактардан тазартады және бауырдың қалыпты жұмысына ықпал етеді. Бауырды тазарту кезінде өт қабының жұмысы да қалпына келеді. Алдымен диетадан чипсиларды, фастфуд, алкоголь, етті, жұмыртқаны алып тастау керек. Мәзірде лимон, кептірілген өрік, тары, жаңғақтар болуы керек, өйткені олар бауырға өте пайдалы. Емдік тұнбалар мен қайнатпаларды қолданған жөн. Бұл жасыл шай болуы мүмкін. Күн сайын 3 литрге дейін су ішкен жөн. Емдік тұнбаны дайындау: 2-ден 1 кесе мейіз алып, жақсылап шайыңыз. Бөлме температурасындағы қайнаған суды қосып, дайындалған қоспаны 1 күн ішінде тұндыру керек. Таңертең аш қарынға сұйықтық ішіп, барлық мейізді жеп қою қажет. Мұндай тазарту курсы аптасына бірнеше күн, 1 ай бойы жүргізілуі керек. Үйде мейіз қосылған дәмді және пайдалы салат дайындауға болады. Ол үшін сізге 3 сәбіз, мейіз, йогурт немесе қаймақ қажет. Сәбізді үлкен үккіштен өткізіңіз, оны жуылған мейізбен араластырып,
дәмдеңіз. Сәбізбен мейіз салатын күн сайын 2 апта бойы түскі және кешкі ас кезінде тұтыну керек. Ең бастысы, егер сіз асқазаныңызға көмектескіңіз келсе, барлық пайдалы және қоректік заттарды сақтаған, құрамында зиянды химиялық заттар жоқ, дұрыс мейізді таңдаңыз. Көкөністер мен көктерде калория аз, бірақ ең көп қоректік заттар, дәрумендер мен минералдар бар. Өсімдік жасұнығы ішектен саулық үшін өте пайдалы, ол ағзаны шлактардан тазартуға және уытты шығаруға көмектеседі. Көкөністің көпшілігінде кездесетін гепатоциттер бауыр жасушалары үшін құрылыс материалы іспеттес. Бұл органның жаңаруына және қалпына келуге ықпал етеді. Асқабақ бауыр жасушаларының мембраналарының қалпына келуін тездететін пектин, рибофлавин, бета-каротин және ниацин бар. Қызылша талшығы термиялық өңдеу кезінде жойылмайды. Бұл жаман холестерин концентрациясын төмендетуге көмектеседі және бауырға қажет Б дәруменімен қамтамасыз етеді. Науқан кезінде қауынды көптеп пайдалану керек. Ол бауырдың май басып кетуіне жол бермей, майлы талшықты гепатоздың дамуын тоқтата алады. Көк шай. Көк шай құрамындағы кофеин хлоретикалық әсерге ие және метаболизмді жақсартады. Диуретикалық әсері бар жасыл шай бауырдан қосымша жүктемені түсіріп, бүйрек арқылы зиянды заттарды шығарады. Бауыр қоректік заттарды энергияға айналдырады, ал қажет емес заттарды сүзіп алып қалады. Адамның өмір салтына байланысты көпшілігі дұрыс тамақтанбай жатады. Дұрыс тамақтанбай, күйзеліс, компьютер алдында күні бойы жұмыс істеу барлық кері әсерін тигізбей қоймайды. Д дәрумені. Жаңа зерттеу Д дәрумені бауыр ауруларының алдын алып, қолданыстағы бауыр ауруларын азайтуға немесе бауырдың қалпына келуіне ықпал ету мүмкін екенін көрсетті. Бауыр энцефалопатиясы бар көптеген пациенттерде Д витаминінің тапшылығы болды. Бұл пациенттер бауырдың ауыр ауруларына байланысты ми қызметінің бұзылуынан зардап шегеді. Сондықтан зерттеушілер бауыр циррозы бар емделушілерге Д витаминінің деңгейін дәрігердің тексеруінен өткізуге және егер олар жетіспесе, дәрумендерді қабылдауды ұсынады. Бұл мүмкін мидың бұзылуының алдын алады немесе кем дегенде әлсіретуі мүмкін. Халық емінде бауырды тазалауға сұлыны пайдаланады. 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салып, үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнау керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасына салқындаған кезде сүзіп, шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 250 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытасыз. Тағы бір әдіс: ұйқыға жатар алдында 2 стакан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Татымы ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Немесе 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық сусын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою керек. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау керек. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлнұр. Сау болыңыздар.